Келесі біздің кейіпкеріміз Қалыбай Сәденұлы. Ассалаумағалейкум ағай. Алейкум ассалам. Сіз білетіндей, осы жыл жұмысшылар жылы болып табылады, және менің сізге бірнеше сұрақтарым бар. Сіз неше қашаннан бері жұмыс жасайсыз? Нешті 2 жыл болды жұмыс жасаған. 2-ші жыл болды жасаған. Менің жұмыстарым осындай жұмыс, мысалы мына қаптау, жыртылған отырғыштар болса, сосын жаңағыдай бұзылған отырғыштар болса, парталар болса, солардың бәрін ремонттап өзім жасаймын. Осы мектепте сіз 2 жыл жұмыс жасадым дедіңіз ғой. Осы 2 жыл жұмыстың ішінде ең бір қиын кездескен тапсырмалардың бірі болды ма? Осы 2 жылдың ішінде ешқандай көп қиындық болған да жоқ. Жалпы негізі енді бұзылуы көп қой, жалпы ондай қиын жоқ ондай. Қалбайға, сіздің заманыңызда еңбекке балу атты сабақ болған. Бұл сабақта балалар балғамен жұмыс жасау, тоқпен жұмыс жасау, ағаш кесу секілді мәселемен айналысқан. Ал қазіргі уақытта қазіргі адамдар бұл заттармен айналыса алмайды. Балалар жасай алмайды. Яғни үйде ата-аналар мамандар шақырып, арнайы мамандар шақырып, осыға ақша құртады. Сіздің осы мәселе бойынша өзіңіздің ойыңыз қандай? Менің ойым, енді жалпы негізі мен жасап жатқанда осында келіп балалар көрсе екен, өздері қалай нетіп жатқанымды, бұзылған нәрсені көрсе екен, екіншіде ондай бұзбайтындай болып, өздері көрсе екен, көзбен көрсе екен. Сонда бала деген кішкене балада интерес болады, сондай бала жасауға. Көреді, қалай жасалады, қандай қиындығы бар екен. Сондай маған мәселе. So I've gotta push away my fears. Oh my God, I'm trying to achieve. Қалбай аға, сіздің осы жұмысыңызды мен де жасап көрсем бола ма? Сізге көмек ретінде, жалпы өзімнің де. Жасап көре ғой. Басып тұр, қаттырақ басты. Вот дұрыс фиғата кетті. Кішкене қаттырақ бассам болады. Қаттырақ бас. Вот, молодец, болды. Дәу іштен етпес. Алып сайып, тағы жасай қасына. Қайта жасай ғой. Вот, түсет. Вот, жайлап жасай беруге. Үйренесің ғой.